Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 2016 жылы шыққан Хан Гонг-жу атты киноны айтып беретін боламын. Фильмді 2004 жылы Лидің топтық зорлау оқиғасынан шабыттандырған Ли Су Джин жазған және режиссер болған. Хан Гонг-жу Кореяның бір жерінде тұратын жасөспірім қыз. Фильмнің басында ол бір топ мұғалімдердің алдында отырады және оларға музыка мен әнге деген құмарлығы туралы айтады. Өйткені ересектер мұқият тыңдайды. Ол да өзінің кінәсіз екенін айтады. Бірақ ұжым Гонг-жу жаңа өмір бастауға болатын басқа мектепке ауысса жақсы болады деп шешті. Олар оның ауысу себебін ашпайды. Бұл көрініс оның қазіргі мектебіндегі мұғалімі Ли Нан-доға әсер етеді. Ол оған жүктерін жинауға көмектеседі және бүкіл қозғалыс процесінде онымен бірге қалады. Олар түскі ас ішкенде, ол оған оның кінәсі емес екенін, әрі қарай не істеу керектігін шешпес бұрын соттың нәтижесін күту керектігін айтады. Жаңа қалаға келгеннен кейін ол Гонг-жуны анасы Чо ханымның үйінде тұру үшін дүкенге апарады. Алғашында анасы бас тартады, бірақ ақыры оған бір апта тұруға рұқсат береді. Келесі күні Гонг-жу жаңа мектебіне барады. Онда сынып жетекшісі оны сыныппен таныстырады. Сабақтан кейін ол интернет кафеге жүгіріп, анасының тұрған жерін іздейді. Анасы оны баяғыда әкесімен қалдырып кеткен. Ол қазір жаңа күйеуімен бір қалада тұрады, бірақ қызының да осында көшіп келгенін білмейді. Әкесі де сый емес, қызын ойламайтын маскүнем. Ол Чо ханымның дүкеніне оралып, оған көмектескеннен кейін оның мейірімділігі кемпірдің көңілінен шыға бастайды. Бір күні мектепте Гонг-жу дәлізде жүріп, сыныптың терезесінен қарап отырады. Онда кішкентай қыздар тобы капелла әнін қайталап жатыр. Топ жетекшісі Ен Хи оны көргенде тез кетіп қалады. Гонг-жу жүзу сабағына қатысады және оның киім ауыстыратын бөлмеде ән айтқанын естігеннен кейін онымен достасқысы келетін Юн Химен кездеседі. Ын Хи Гонг-жудан капелла тобына қосылуын сұрайды, бірақ Гонг-жу қызық емес. Юн Хиден анасының тұрған жерін табу үшін телефонын алуын сұрайды. Олар автобусқа отырады және Гонг-жу анасымен бірге жұмысқа кетеді, бірақ анасы оны қабылдамады және қуып жібереді. Содан кейін ол ашуланып анасының жаңа күйеуінің дүкеніне барады. Қашып кетпес бұрын оны күштеп сүйіп тістеп алады. Келесі күні мектепте Гонг-жу музыка бөлмесінің бос екенін байқады. Ол гитарада ойнау және ән айту мүмкіндігін пайдаланады. Бұл уақытта достар оны бөлменің сыртынан тыңдайды. Олар оның әніне тәнті болады, бірақ ол ән айтуды тоқтатады. Ол оларды көрген бойда Гонг-жу ұялып кетіп қалады және бүкіл топ оның соңынан ереді. Олар оның дауысын мақтап, топта ойнауын сұрайды, бірақ ол оларды мүлдем елемей кетіп қалады. Чо ханымның дүкеніне барғанда бір топ әйелдердің кемпірді ұрып жатқанын көреді. Бірақ ол араласпай, бөлмесіне қайтады. Ол үйге көшкеніне бір апта болды, сондықтан ол жерден кетуге мәжбүр болды. Келесі күні ол жүктерін жинап, қайда барарын білмей, кетер алдында Чо ханыммен қоштасады. Оған таң қалған әйел одан сұрады. Онымен бірге болу, ол жалғыз болғаннан гөрі онымен бірге болғанды жақсы көреді. Бірте-бірте ол қыздарға ашылып, армандарымен бөлісе бастайды. Гонг-жу достары оның ән айтып жатқан видеосын түсіріп, ол фан-клуб ашу үшін оны ол туралы барлық мәліметтермен желіде жариялауды шешеді. Бірақ мұны естіген Гонг-жу ашуланып, бейнені дереу жоюды талап етеді. Оның бұл әрекетіне достары таң қалып, жанжал туындайды. Келесі күні Нанның мұғалімі оған барады. Ол оған шабуыл жасаған барлық ұлдардың ұсталғанын және олардың ата-аналары оны іздеп жатқанын айтады. Бір күні мектепте оның құрбысы, оның ән айтқан бейнебаянын оны келісімшартқа отырғысы келетін музыкалық лейбл басып қалғанын, олар оны бұған қуана күткенін айтады. Бірақ таңғаларлық, ол олардан ешқашан басып алмауын сұрайды. Оның жеке өмірі тағы солай. Ашуланып, Гонг-жу кетіп қалады, ал қыздар абдырап қалады. Сабақтан кейін Ын Хи онымен сөйлесуге тырысады, бірақ ол оны ысырып тастайды. Юн Хи шыдамды және Гонг-жу оған дөрекі болса да өзін жаман сезінбейді. Сол түні Гонг-жу ұйықтауға Юн Хиге барады. Әңгіме барысында ол жігітті сүйіп көрдің бе деп сұрады. Оны таң қалдырды. Гонг-жу 43 жігітті сүйдім деп айтады. Ын Хи мұны әзіл деп ойлап күледі. Шын мәнінде Гонг-жу 43 жігіттен тұратын топтың шабуылына ұшырады. Сондықтан ол мектептен шығарылып, қаладан кетуге мәжбүр болды. Сол күні кешке ол әкесімен мейрамханада кешкі ас ішу үшін кездеседі. Ол оны қағазға қол қоюға шақырған, бірақ оның мазмұнын ашпайды. Бір күні Гонг-жу достарымен оның арманы туралы сұрағанда, ол кем дегенде 25 метр жүзуді үйренгісі келетінін айтады. Қыздар оған күледі. Кейін оған Нан-до қоңырау шалады. Ол одан қалай екенін сұрайды.
әкесімен кездесу болды. Ол оған қол қойған құжаты туралы айтқанда, Ли ренжіп, мазмұнын білмей құжаттарға ешқашан қол қоюды сұрайды. Үйге келгенде әкесіне қоңырау шалады, бірақ ол көтермейді. Ол түсінеді. Оған шабуыл жасаған жігіттерді бостандыққа шығару үшін петицияға қол қойғанын айтты. Оның әкесі сол жігіттердің әке-шешесі пара алған болуы керек. Келесі күні сабақ үстінде бір топ ашулы ата-ана сыныпқа кіріп, ұлдарын түрмеге жапқаны үшін Гонджуны ұрып соғу үшін сыныпқа кедергі жасайды. Гонджу қашып, қараңғы бөлмеге тығылып жылайды. Өткенді еске түсіргенде, Гонджу дүкенде кассир болып жұмыс істейді. Ал оның сыныптасы және дүкен иесі Дон Юнның ұлы. Біреу оны ұрып соғатыны анық, ол тамақты алып, ақшасын бермей кетеді. Гонджу жігіттің қорлағандарға тамақ бергенін байқайды. Келесі күні мектепте ол досы Хва Окпен кездесіп, олар болған оқиға туралы айтады. Хва, жарайсың, Дон Юнның құрбысы, екеуі Гонджуға жиі араласуға келеді. Бір күні Гонджу үйге келгенде, қонақ бөлмеде оны қорлаған Дон Юн мен оның достарын көреді. Олар ішімдікке салынып, осында түнеуді талап етеді. Гонджу олардан әкесі жақында келеді деп тез арада үйіне кетуін сұрайды. Бақытымызға орай олар заттарын жинай бастады. Шығып бара жатқанда ол да Дун Юнды тастап кетуді өтінді. Топ басшысы оны қорқытады және тәртіппен өзінің үстемдігін растау үшін ол Дон Юнның асқазанына степлер қолданады. Қорқып кеткен Гонджу полицияға қоңырау шалып, оның орналасқан жерін айтады. Бірақ жігіттердің бірі оның телефонын тартып алады. Сол күннен кейін жігіттер оның үйіне күнде келе бастайды. Гонджу үмітсіз сезінеді, өйткені ол ештеңе істей алмайды. Осындай кештердің бірінде олар ұйықтататын таблеткаларды бір стақан алкогольмен араластырып, Гонджу ішуді айтады. Ол бас тартқанда, Дун Юн жігіттер ішкеннен кейін ғана кететінін айтады. Ол ойланбастан сұйықтықты жұтады. Содан кейін ол есінен танып қалады. Жігіттер оны күштеп құшақтайды және оны ең жаман сөзбен қорлайды. Басқа бөлмеде оның досы Хва Окпен де солай істейді. Біреуі олардың істегенін видеоға түсіріп, жүктеп салады веб-сайтқа. Бірнеше сағат азаптаудан кейін олар Дан Юнның әкесі үйге келгенде ғана тоқтайды және ол билікке хабарлаудың орнына ұлын тоқтатып, оны алып кетеді. Оқиғадан кейін Хва Ок көпірден секіріп, мәңгілік ұйқыға кетті. Гонджу қатты күйзеліп, полицияға бәрін хабарлайды. Сол себепті ол басқа мектепке ауыстырылды және ол өз қауіпсіздігі үшін қаладан кетуге мәжбүр болды. Мектеп директоры одан ата-анасының оған шабуыл жасауына не түрткі болғанын сұраған кезде ол ештеңе айтпайды. Чо ханымның сүйіктісі мектепке келіп, оны үйіне әкелетін полиция қызметкері болып шығады. Чо ханымға барлығын айтқан соң, ол қызды үйден қуып шығуын сұрайды. Өйткені жігіттердің ата-анасы сөйлесіп біткенше оны ұстап алған үшін оларға шабуыл жасауы мүмкін. Чо ханымның ғашығы оны жарты жолда тоқтатып, оған Дун Юнның босату құжаттарын береді. Ол жігіт оған шабуыл жасауға мәжбүр болды деп мәлімдейді. Сондықтан ол бос болуы керек. Тіпті оны үйден қууды ұсынғаннан кейін де ол мұны қалайды. Оған жақсылық жасап қағаздарға қол қойғанда Гонджу, егер ол қорқақ сияқты, оған көмектессе, және керісінше сол жігіттерге қосылса, неге оған көмектесу керектігін сұрайды. Сол түні Гонджу сыртта қалып, әкесіне телефон соғады. Ол көтермеген соң мұғалімге қоңырау шалып, әкесінің қорқытқан ата-анасынан ақша алып қашып кеткенін айтады. Келесі күні таңертең ол пойызға отырады. Бұл уақытта Анхи мен оның достары интернеттен Гонджу туралы қорлаған бейнені тауып алып, досының көмек сұрағанын, ноутбукты өшіріп жатқанын көре алмай, Гонджу неге соншалықты құпия екенін түсінді. Анхи оған телефон соғып, оның қайда екенін сұрайды және оның кінәсі емес екенін айтады. Соңғы көріністе Гонджу көпірден секіреді, бірақ бақытына қарай ол жүзіп кетеді. Фонда оның неліктен жүзуді үйренгісі келетінін сұрағанда, ол әрқашан көпірден секіруді жоспарлағанын және егер ол өз шешімін өзгерткен жағдайда өзін құтқарғысы келетінін айтты. Осы жерден кино бітеді. Достар, видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.